Сау саламатсыздар ма, қымбатты достар? Әйел істеген, жұрт істеген әртүрлі іс-әрекетті мен де істей аламын деген ойыңызды әрқашанда қолдап, қолпаштап жүріңіз. Себебі сіздің ойыңызға келген әдемі ойлардың, мыңдаған ойлардың ішінен бірі сізді жетістікке жеткізетініне сеніңіз. Себебі ойдың жайдан жай адам өміріне, ойына келмейді деп айтады, иә? Сондықтан да қандай да бір ой келген кезде, мыңдаған ойдың ішінен өзіңізге ұнаған бір ойды қармап қалуға, сол ойды жоғары дәрежеге көтеріп шығуыңызға өзіңізге серт бере отырып, және де сол істі жоғарыда орындаймын деп өзіңізге алдыңызға мақсат қойыңыз. Себебі қандай да бір ел істеген, басқа адамдар істеген қандай да бір іс-әрекеттерді сіздің де істей алатыныңызға өзіңізге сенім жүрегіңізге ұялата біліңіз. Біреудің таба алған миллиондаған ақшасын сіздің де таба алатыныңызды, сол миллиондардың сіздің де отбасыңызға келетініне өзіңізге сене отырып, өзіңіздің болашағыңызға әдемілеп жоспар құра біліңіз. Әрине, біріншіден Алла, екіншіден денсаулық және де сәттілік келеді дейді адамның өміріне. Сондықтан да сәтті күндердің көп болуына, сәтті істердің көп болуына тырысып, қандай да бір жоспарларды құрып, өз өміріңізге, ойыңызға келген жақсы бір ойды жүзеге асыруға тырысыңыз. Егер де сіз жас болатын болсаңыз, өміріңіз алда болатын болса, ойлап, қарастырып, өзіңіздің қабілетіңіз, қай жағына сіздің қабілетіңіз бар, нені істей аласыз, және де осы жағын ойлап, қарастырып, өзіңіздің алға қойған мақсатыңыздың жүзеге асатынына сеніңіз. Және де қандай да бір істі бастағанда, өзіңізге ақша көбейіп келіп жатқанда, бірінші Алланы және де сәтті күндеріңізге рахмет айтуды ұмытпаңыз. Себебі бұл өмір сабақтары болғандықтан, әр адамның өмірі әртүрлі, әрқилы болып жатады. Сондықтан да өзіңізге менің сәтті күндерім көп, Алла берген, Алла бұйыртқан күні менде де миллиондар болады деген сияқты өзіңізге сенімділік ұялатып жүрегіңізге, жақсы ойларды ойлай отыра, жақсы күндерді өміріңізге шақыра біліңіз. Сау саламатта болыңыз. Сізбен бірге болған Айжан Ислам қызы.